Жұмбақ жан. Бейіскүл әдеттегідей төменгі қабаттан естілген әуенге елең ете қалды. Жиған тергенін, тапқан таянғанын арқалап, осыдан 3 ай бұрын несиеге алған пәтеріне ту ауылдан көшіп келген еді. Қалаға қоныс деп келе төменгі қабаттағы көршісінің үйінен естілген әуенге кәдімгідей елеңдейтін болды. Алғашқында тым-тырыс, ың-шыңсыз жатаған қыстауын аңсап, бұл жақтың адамдары бей-берекетсіз шулайды екен деп жақтырмай жүргенді. Ал қазір бұлақтай мөлдір, мақтадай жұмсақ үнге құлағының еті үйрене бастады. Күнде кешкісін жанын рахат сезімге бөлейтін сазды әндермен көмбірлеген күйлерді тыңдаған сайын көңілі көкке өсіп қалады. Бесікке құндақтаған сәбидей көңілін әлдилеп жөнелетін сиқырлы үнді тыңдаған сәтте жұмбақ жанға айналған көршісін көруге ынтығады. Апыр-ай, халықтың ертедегі әндерін, күйлерін жалықпай тыңдайтын көршімізді бір көрмедік-ау. Танысып, білісіп дегендей төбемізде көрсетпедік. Баяғыда ауылға 6 жасар бала келсе, сақалы сапсиған аталарымыз сәлем береді деуші еді. Бүгінде сол қазақылықтан да қалып барамыз, деп қояды Бейіскүл оқта-текте ішкі ойын әйелінен жасыра алмай. Құдайдың жоғын айтпай тиыш отыршы, қияли неме. Жетпеген сол еді. Осында келгелі есікке емге тыным жоқ. Кіріп-шығып табап жатқан пайдасыз ағайынның аздай енді қақпас қатын қалды ма? Деп білезік еденді аяғымен қаттырақ теуіп жіберді. Қойсаңшы, төбесіндегі шамы құлап түсер, ұят қайда сақалды басыңмен. Ыңғайсыз болды-ау, деп Бейіскүл көмелшей қалды. Несі ыңғайсыз? Біз емес, қайта ол ұялсын. Ертеңмен кеткеннен шаршап, шалдығып, зорығып, бірақ ораламын. Тым болмаса өз үйіңде құлағыңа тыныштық болсашы. Азынатып, сарлатып қояды қайдағы жоқ бәлені. Саңырауыма білмеймін, даусын емге баспайды. Жағың қарысқырда өшір деп, тап қазір есігін бір тебейін бе? Осы қақпастың текке қажет жоқ әндері мезі қылды әбден. Қой, есің дұрыс па? Не айтып кеттің өзің? Көшілерге тиіспей жайыңа жүр. Түгел ауылмен шығысып болып, енді 95 пәтердің тас-талқанын шығарма ойың бар ма сенің? Бір ауыз қатты сөзіңді көтермейді бұл жақтағылар, деп Бейіскүл әйеліне кейді. Бай жоқ бойдақ қатынды жақтауын қарай көр. Өнің төгіп, түрің бұзылып кетті әп-сәтте. Сол үйден дыбыс шықса, меңіреу адамдай мең-зең күйге түсесің. Алжыған қатын көрмедің бе? Кісіге тіке қарамайтын, бетін орамалмен бүркеген біреу. Өткенде қоқыс төгіп бара жатып қарсы кездесіп қалып едім. Жүзін жасырып көрсетпей қойды, оның ауру сауын кім білген? Осы жұртқа күліңді қашан қоясың? Қайта ол бізге күлетін шығар. Сол жүргенде бізден бай, бізден тәуір. Неше көрсемде күлтіленіп, көйлектің түр-түрін киіп, таксиге мініп, таксиден түсіп жатады. Аяғы ақсаңдағанмен өзі әлем тапырақ, әлде қандай. Ақшасын қайда жұмсарын білмейді білем. Безілдеп үйдің алдынан шықпайтын көк таксиді жекеменшік қылып алған. Айтыс-тартыс десе жаны жай табатын әйелмен сөз таластырғысы келмеген Бейіскүл бұдан әрі сыр бермеуге тырысты. Ән жырға өнерге құмар көршісін ойлап түсті. Осы баспана басына бұйырғалы жүрегін алап-ұртқан сезім билейтін болған. Ала-сапыран күй кешетінді шағарған. Тіпті кейде ашы тілін тыққылап қоятын білезіктен безіп, төменгі қабаттағы 8-ші пәтерге зып етіп кіріп барғысы келеді. Есінен бір сәтке де шықпай жүрген жұмбақ жанның қасына жайғасып, сұлу да сырлы сазды мауқын басқанша тыңдағысы келеді. Күйбең тірліктің тауқыметін бір уақ ұмытып, тәтті күймен әсем ән арқылы танысып, кеңітіп, боқ дүниені қуып жүргенде бітеліп қалған тас соқыр кеудесін айқара ашқысы келеді. Жан сарайын тазартып, рухани өмірге армансыз байығысы келеді. Ол үшін көзіне бейсауыт көрінбейтін, бір көруге зар қылған көрші келіншекпен тілдесу керек, сөйлесу керек. Күйеуінің көршісіне сыртай ғашық болып, көңілі құлап жүргенін білесік қайдан білсін. Бүгінде естияр болған бір ұл мен бір қызды туып, Бейіскүлді айқайымен уысында ұстағанына мәз. Кететсе шытынап шыға келетін, арпылдап бетінен алатын әйелі қораның есігін күзеткен қабаған ит секілді. Анау бейтаныс жан мен әйелінің ішкі түйсігі, сана сезімі мүлдем бөлек. Білезіктің әуелде мінезі шорт, тікбақай, салт дәстүрме ырым атаулыға қас. Әйел болып жуан мойнына моншақ тағып, сыланып сылқыған емес.
бір жағынан күйеуінің қалтасын теспейтін бұл әдеті жақсы-ау. Бірақ сүйкімсіз неме төбесіндей бір тал шашын желкесінен жоғары қырғызып, еркек шорадай шүртейіп жүргені. Қалқиған құлағына салп етіп зырға да тақпайды. Сұлулықты ұнатпайды. Сөйте тұра күйеуін кім көрінгеннен өлердей қызғанады. Ештеңенің байыбына бармайтын білезігі алғаш қосылған уақытта Бейсқұлға талай қылажақты қылды. Алматыда 5 жыл ауыл шаруашылығы институтында бірге оқыған Мирхат деген досы бірде Бейсқұлға өзі өсірген апорт алмадан дәм таттырмақ оймен поселка жібермей ме? Ол кезде поштамен 4 бұрышты жәшік келсе, жұрттың бәрі елең ете қалатын. Есі ағаш жәшіктің сыртынан аңқыған поселканы көтеріп үйге бірген Бейсқұлдың інілері ішін ашқанша асықсын. Досынан келген сый көршінің бала шағасын түгел қуансын, бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Танауды жарған алмұрттың иісін сезіп, білезіктің түсі бұзылып кетті. Лезде арам ойлар үлгерді. Әлгі хат жазғыш қыз шығар, жағымпазданып албас жіберіп отырған деп Бейсқұлды жөн-жосықсыз қызғана жөнелді. Түу, Алматыдан қашып келсек те қыр соңынан қалмайтын болды ғой, қара бет. Бізді ұрыстырып айыру үшін осыны жорта жіберіп отыр, деп байбалам салды. Жәшіктің қақпағын енді аша бергенде, қолдан жұлып әкетіп сыртындағы жазуды оқымастан қайқаңдап сыртқа тұра шапты. Көз алдында Бейсқұлмен кезінде сырлас дос болған талдырмаш қыз Қамида келе қалды. Түзен кездің алғашқы көктемінде тау жақтың әсемше аруымен кино барғаштап жүргенін, араларында қимастық сезім болғанын Білезік жақсы білетін. Бірақ екеуін тағдыр қоспады. Байсалдылау келген Бейсқұлдың назарын ұстаранның жүзіндей өткен пысық Білезік өзіне аударып әкетті. Содан бері достарынан хабар ошар келсе, күйеуіне өкпелеп, студенттік кезді орынсыз еске алатын Білезік өмірінің ағасы бөлек аққан жазықсыз Қамиданы тағы да босқа жазғырды. Сол ашумен, ыза кекпен тығыншықтай жәшікті көк шыбын үймелеген жын жыпыр толған күл қоқыстың қақ ортасына апарып тастай салды. Бәлен күн жүріп, ірімей-шірімей жеткен қызыл алмұрттар сау етіп жерге түсіп жан-жаққа оқтай пытырады. Алма кетті домалап, көше бойын аралап дегендей алмұрттарға қызға қараған балалардың аузынан сілекей шұбырды. Сөйтіп, ақылсыз Білезіктің кесірінен қызыл алмалар боққа бұлғанып, рәсуа болды. Абала келінне не айтарын білмей енесі көзін алартты. Кешкісін егістен шашып шалдығы бұрылған Бейсқұл болған жайтты естіп, келіншегіне кіжінді. Басынан бағы қайтқан еркек екен сонда сезіп, Қамидаға үйленуім керек еді деп күйінді. Көп ұзамай Мирхаттан және хат келді. Баяғы жіберген сәлемдемесінің хабарын білмек болған екен. Шындыққа көзі енді жеткен Білезік кінәсін мойындаудың орнына жалтарып шыға келді. Студент кезінен байып біткен Мирхат сені қайтсын, бәрін бүлдіріп жүрген анау Қамида ғой. Тойымыз болған кезде сені қимай азхананың терезесіне сығалап тұрып еді деп бет бақтырмады. Әйелінің әуелден қызғаншақ, ашушаң, өр көкірек мінезін 25 жыл отасқаннан бері біліп болған Бейсқұл бұл жолы да үндемей құтылуға тырысты. Әйтпесе әлі танысып біліспеген көршісіне барып шатақ шығаруы мүмкін. Оның кесірінен жұмбақ жанды үркітіп алса қайтпек, кет десе жан-жағына елеңдей қарайды. Балконда тұрып темекісін будақтаған сайын кеудесінен күйініш пен өкініштің түтінін шығарғандай күй кешеді. Жақсы болсын, жаман болсын, қасында көлеңкесіндей көлбеңдеп келіншегі жүргенде, көзіне емге түспеген бейтаныс жанның бейнесін неге іздейтін Бейсқұл түсінбейтін. Әлде оның өнерге деген құштарлығына ғашық па? Қазіргінің жасы түгіл жасымысы құлағын мүлдем түрмейтін, санадан сызылып бара жатқан терме жырға ынтық көршісін аңсайды. Оның іші де, сырты да көз қарықтырардай көркем шығар деп ойлайды. Көңіл сарайы қардай аппақ, Алқатайдың өңі де шағаладай аппақ шығар деп қиялдайды. Әттең, дәл қазір көршімнің үйіне келе жатса ғой, балконнан міз бақпай қарап тұрған мені бір сәт көрсе ғой, мынау төменгі қабаттан қарғып түсер едім. Емге көзге көрінбейтін неткен адам еді. Әлде өте сақ оқпақ құспа көзге түспермейтін. Болмаса шарқанат па түнде ұшатын. Тым болмаса сенбі мен жексенбіде жылт етіп бір көрінсе қайтеді.
Ол сонда кіммен сырласып, шерін кіммен тарқатады? Үйінде кіріп шығып жатқан ешкім көрінбейді, тым-тырыс. Басқан ізіне құм төсеп жүре ме? Үнемі ән күй тыңдап тығылып үйінде отыра бере ме? Осылайша жұмбақ күйінде қала ма? Ойы сан-саққа жүгірген Бейісқұл кенет аулаға зыр етіп тоқтай қалған таксиге елең етті. Жартылай кеудесімен еңкейіп төмен қарай бергенде көліктің тегершігі орнынан асығыс қозғалды. Тек жұқалау көйлектің желбіреген етегін көзі шалды. Әлгінде әйелі білезіктің таксимен келіп таксимен жүреді деген есіне түсті. Бір көруге зар қылған көршісін енді ғана кезіктіргендей көңілі көншіп қоя берді. Сәлден соң Бейісқұлдың ойын ынта ықыласын сызылған сазды әуен баурап алды. Жүрек түкпірінде жатқан сары уайымыңды, мұң шеріңді сыртқа еріксіз шығарып, сай сүйегіңді сырқыратқан әуендері бұл жолы да толассыз шырқалды кеп. Түрік пен Қытайдың телехикаясын көз жазбаған білезікке мойнын да бұрмастан көршісіне ықыласа ауа түсті Бейісқұлдың. Біресе балконға шығып, біресе сыртқы есіктің аузына дейін жетіп барып, өз-өзінен мазасызданды. Сөйтіп түні бойы тыныштығын ұрлаған көршісін таң сәріден қарақшыдай күзетіп балконда біраз тұрды. Бірақ та кеше кешкісін жылт еткен орта бойлы талдырмаш бейне бүгін көрінбеді. Ешкімнің ісі жоқ, Мүгілсім өзін сыртынан аңдып жүрген Бейісқұлды қайдан білсін? Көзі тірісінде шешесі бұл маңда кім тұрып, кім кетіп жатқанын баяндап отыратын. Анасы да мәңгілік сапарға тым асығыс аттанды. Шешесіне мұра болып қалған 2 бөлмелі пәтерде Мүгілсімнің өзі тұрады. Қырықтың арқасына шыққан қызға енді ешкімнің керегі жоқ. Ешкім дойлап шөлдемейді, аңсамайды. Әуелден әйел заты боп еркек кіндікке көз тіккен емес. Сезім дегенің оған сергелдең. Махаббат дегенің көкте қалқып ұшатын, тықыр жерге емге қонбайтын аппақ құсқа ұқсайды. Туғаннан бір аяғын сылтып басатын, оның үстіне сол жақ беті күйік қыз көкте жарықтаған ақ сұңқарды қолына қайдан қондырсын? Оған сен де тірі жансың ғой деп осы жасқа дейін ешкім тіс жарып, сөз салып көрген емес. Ғашықтықтың ғаламатын айтып, жүрегін ұсынып, мұздай көңілін жібіткен емес. Ол тек айналасынан суықтықты сезеді. Жарты бетін түгел қызыл қалы жапқан, қызыл шадай мегіне өткен кеткен тесіле қарап, таңданған сайын намыстан өртене жаздайды. Көпшіліктің суықтау көздерінен жәбірленеді. Содан да шығар, Мүгілсім ешкімге жүзін көрсетпеуге тырысады. Жұрттан тығылып алшақ жүреді. Танысын танымасын мейлі, әркімнен бой тасалайды. Ол ес білген шағынан айнаға қарауға жасқанатын. Титтей қыз кезіне жарқыраған шарайна бойындағы бар мінін сол жақ бетіндегі қызыл күрең қалын. Тіпті ұзынды қысқалы аяғын жасырмай тұрғандай көретін. Бұл жетіп есейген жақты құр айнадан да қуыстанатын болды. Тіпті жыл санап толысып, денелері пісіп жетіліп, қыр гүліндей құлпырып өскен құрбыларын көргенде ызадан қаны қайнайтын. Ондайда өшін кімнен аларын білмей, қабырғада ілулі тұрған үйдегі айна біткенін бәрін шынтағымен бір ұрып пытшысын шығарып сындыратын. Сол мезетте ерінен ерте айырылған жесір шешесі шыр-пыр болатын. Жаратқан табиғаттың бұған дегенде тым сараңдығынан алып, қолдан келер қайран жоғын айтып ақыратын. Сөйтіп жүргенде бой жетіп, бұрыштан бұрышқа тығылған қызының келешегін күйттеп, қалаға қарай көшті. Заманның кеңшілік уақытында бір баспанаға қолы тиді. Бала күннен сазды әуен Мүгілсімнің сырласына, адал досына айналды. Жанының жарасын музыка ғана емдеді. Тәтті күймен әсем әуенді бір сәт тыңдамаса, тамағынан аста өтпейді. Жас кезінде кәсіптік училищеден оқып үйренген іс тігу, кесте тоқу, көйлек пішу секілді ұсақ-түйек жұмыспен ғана бүгінде торғайдай тесік тамағын асырап отыр. Мүгедектігіне алатын аз-мұз зейнетақысына бұл да болса көмек. Күнде ертеңмен сағат 10-ның шамасында жұмысына барады. Кең залдың бір бұрышында тұрған, баяғыдан емденіп алған іс тігетін машинесіне отырады. Өзіндей тағдыр тәлкігіне ұшыраған, бірінің аяғы ақсақ, бірінің тілі мүкіс қыз келіншектерге көк желкесін берген күйі
цех басшысы тапсырған жұмысты мұқият әрі тез орындайды. Көйлек пен божлаттың тігетінін тігіп, сөгетінін сөгеді. Үзілісте елмен бірге тынығып, цехтың мүйісінде тұрған асханадан ауқаттанады. Кешкісін айран үстін түске жұмсақ бөлкейін алып, үйіне асықпай жиналады. Дәл сол мезетте жұртпен бірге жанталасып дүкенге кірмейді. Ешкіме иық тіреспейді. Қарбаласқан тіршіліктен бойын аулақ ұстайды. Баяғы міні көп жүзіне мүсіркей, шіркене қарайтын сырт көзден қуыстанады. Күн сайынғы томаға тұйық тірлігі осы. Жалғыз басты жанның есігін ешкім қақпайды. Қабырғада сілейіп тұрған телефонға жан баласы қоңырау шалмайды. Шешесінің ауылда қалған бірең-саран ағайыны да Мүгілсімді іздеп жатқан жоқ. Әрқайсысы ала дорбасын арқалап сүрініп қабынумен жүр. Қашанда көңілінің ермегіне айналған музыкаға Мүгілсім есіктен кіреден қояды. Жүрегінің тыныштығын ән күйден табады. Сырлы әуенге ыңқылдап қосылады. Тұңғиыққа тірелген өмірін ән жырмен ұзартады. Өйткені сәби шағынан естіп өскен әуендері жүрегіндегі жазылмас дертке шипа. Сол әуенді тыңдай жатып түн қойнауына кіреді. Аппақ таңның шұғыласы терезесінен сығалаған сәтте өмірге құштарлығы қайта оянып, жұмысына жиналады. Сыртқа шыққанды оны әдеттегідей ескілеу москвич күтіп тұрады. Оның қорқынышты жүзін жасы егде тартқан көлік жүргізушісі баяғыда көріп қойған. Ол Мүгілсімді мүсіркемейді. Көріксіз келбетіне не нәрсе себеп болғанын сұрап қаспаламайды. Секемшіл жүрегін тырнамайды. Ер азаматпен танысып көрмеген қартамыс қыздың жеке өмірінде қызықпайды. Өзара келіскен тиын тебенмен жұмысына апарып үйіне әкеліп салады. Бойын жұрттан оқша ұстайтын жұмбақ жанға керегі де осы. Жаратылысының дене мүшесінің дұрыс дамымай қалғаны былай тұрсын, жартылай қызыл өңі өзегінен өртейтін әманда. Құрсыншы, ақсаңдаған бұл аяққа да көнейін. Табанымның жерге сәл термей тұрған қысқалығына да қайырмай қояйын. Тек мынау шардай дөңгеленген жүзімді бүлдіріп қойған қалы, меңімді кімнен жасырамын? Әттең, осы қалынып шақпен қырып тастауға болмас па еді? Бағымды байлап қойған бұл меңнен құтылар күн бола ма екен, жоқ па? Осы қалын талай дәрігерге де көрсеттім. Талай емхананың табалдырығын тоздырдым. Бәрі қолының ұшын да тигізбей шығарып салды. Адам баласы бұл фәниге қалай жаратылса, сол қалпында жүре бермек пе? О, Тәңірім-ай, күнге не жазып едім? Талай ақмақтың жүзін айнадай ғып, қол-аяғын балғадай ғып жаратқан табиғаттың маған тасбауыр бола қалуын қарашы, деп налайды Мүгілсім жиі-жиі. Көз ашқаннан жабысып қалмаған дәу қызыл қалын тағдырына айбалта шауып тұрғандай көреді. Аппақ жолына қара көмірді үйіп-құйып тастағандай көреді. Ал Бейісқұл болса, көші тұрғалы ән мен күй арқылы көкірек көзін ашып, сарайын кеңіткен Мүгілсімнің жан арпаласынан мүлдем бейхабар. Қырық үстегі қызды бір-екі рет сыртынан көріп, оның пісіп жетілмей қалған жіңішке денесіне қызығып, қандай жап-жас әп-әдемі келіншек деп дәметумен жүр. Мүгілсімнің тұла бойы ыза мен намысқа, кекке толы екенін қайдан білсін? Маңайына еркек атаулының жуытпақ түгілі сезім жайлы қиялға беріліп көрмеген. Өз қайғысы өз қазанында қайнап жатқан жұмбақ жанды кім түсінсін? Өзінен басқа еш пенде түсінбейтін шығар-ау.